Hi friends, бүгін біз сіздермен ағылшын тілінде all, both, either, neither, every және each сөздеріне тоқталатын боламыз. Бірінші қарастыратын сөзіміз бұл all. All сөзі қазақ тіліне аударғанда барлығы деп аударылады. Саналатын және саналмайтын зат есімдермен бірге қолданылады. For example, all cars, барлық көліктер, all trees, барлық ағаштар, all teachers, барлық мұғалімдер. All есімдігі you, we, they есімдіктермен бірге қолданылады. Демек, бұл бізде көпше түрдегі жіктеу есімдіктері. For example, they all wore t-shirts. Олардың барлығы футболкаларда болды. Or, we all want to go to the match. Бәріміз матчқа барғымыз келеді. Демек, есімдік қосылған all сөзі. All есімдігі көмекші етістіктен кейін оған қоса модальді етістіктен кейін қолданылады. For example, we have all read this book. Біз бәріміз осы кітапты оқыдық. Or, for example, you must all go there. Барлықтарыңыз сол жерге баруыңыз керек. For example, all were of the same opinion on this question. Бәріміз осы сұрақ бойынша бір пікірде болдық. Немесе, оның орнына everybody was of the same opinion on this question деп айтсақ болады. Екеуінің де мағынасы бір, бірақ бірінші сөйлемде all сөзін қолдандық, екінші сөйлемде everybody сөзін қолдандық. Келесі қарастыратын сөзіміз each. Each сөзі әр қайсысы деп аударылады. Ағылшын тілінде топтың әр мүшесімен бірге қолданылады. For example, each doctor, әр дәрігер, or each of them, олардың әр қайсысы. For example, each student in our group has a dictionary. Біздің топтағы әр оқушыда сөздігі бар. Or, each of us received a ticket to the concert. Әр қайсымыз концертке билет алдық. Келесі қарастыратын сөзіміз бұл every. Every сөзін әр деп аударсақ та болады. For example, every person, әр адам. Every child, әр бала. Every teacher, әр мұғалім. Демек, every сөзі әр деп аударылады. Формуласы every қосылған noun. Демек, every сөзіне зат есім қосылады. For example, let's imagine I would like to visit every country in the world. Мен әлемдегі барлық қалаларға барғым келеді. Or, every person has to pay taxes. Әр адам салық төлеуі керек. Немесе, every сөзі барлығы деп аударыла алады. And the third one, for example, every person wants to go to the cinema. Әр адам кинотеатрға барғысы келеді. So guys, біз сіздермен all, each және every сөздерін қарастырдық. Келесі қарастыратын тобымыз бұл both, either және neither сөздері. Both сөзіне тоқталып өтейік. Both есімдігі екі затқа немесе екі адамға қолданылады. Ол бізде қазақ тіліне аударғанда екеуі де деп аударылады. Демек, екі заттың немесе екі адамның бірдей екенін көрсету үшін қолданылатын сөзіміз. For example, both cats and dogs are cute. Мысық та, ит та сүйкімді. Немесе, both of my brothers live in Almaty. Екі ағам да Алматыда тұрады. Демек, екеуі де Алматыда тұрады. He gave me 2 books and I have read both. Ол маған екі кітапты берді, мен екеуін де оқыдым. Сонымен қатар, both есімдігі to be етістігінен кейін тұра алады. For example, to be қосылған both. You are both right. Екеуіңіз де дұрыс айтасыз. Or, өткен шақтағы to be'ді қояйық. They were both here. Олар екеуі де осы жақта болды. Демек, both екеуі де деп аударылады. Осымен қатар, both сөзі де көмекші етістіктен кейін қолдана аламыз. For example, we must both go there. Екеуіміз де сол жаққа баруымыз керек. Бұл жердегі must сөзі көмекші етістік болғандықтан, одан кейін both сөзі қойылады. Or, we have both been informed about it. Бұл туралы екеуімізге де айтылды.
Демек, оқушылар, both сөзі бізде екеуі де деп аударылса, келесі қарастыратын сөзіміз екеуінің біреуі деп аударылады. Бұл бізде either есімдігі. Either есімдігі ағылшын тілінен қазақ тіліне аударғанда екеуінің біреуі деп аударылады. Or, either of the examples is correct. Демек, мысалдардың кез келгені екеуінің біреуі дұрыс. Ал енді either есімдігіміз осымен бітпейді. Бізде тағы да either or сөз тіркесіміз бар. Демек, олар екеуі қосылып, немесе деген мағынаны береді. Either or. For example, he is in university or in college. Ол не университетте, не колледжде. Университетте, немесе колледжде. Сондықтан да either or конструкциясын қолданамыз. I'm not sure where he's from. He is either Spanish or Russian. Оның қайдан екенін білмеймін. Ол не испан, немесе орыс. Демек, either қосылған or сөз тіркестерін қолданамыз. So, guys, есімізге сақтайық. Either сөзі сонымен қатар болымсыз сөйлемдерде қолданылады. For example, I haven't seen him either. Мен де оны көрген жоқпын. Демек, both ол бізде екеуі де деп аударылса, either екеуінің біреуі деп аударылса, келесі қарастыратын сөзіміз бұл neither. Neither сөзі еш қайсысы деп аударылады да, тек болымсыз мағынаны ғана береді. Тағы бір болымсыз мағынада тұрған сөйлемді қарастырайық. For example, neither of the examples is correct. Мысалдардың екеуі де дұрыс емес. Оған қоса бізде neither nor деген конструкциямыз бар. Ол бізде әрқашан тек болымсыз мағынаны ғана беріп тұрады. For example, neither Асқар nor Нұрболат came to the meeting. Кездесуге не Асқар, не Нұрболат та келген жоқ. Болымсыз мағынаны көріп тұрмыз, сондықтан да neither nor конструкциясын қолданамыз. Тағы бір мысал қарастырайық. For example, neither my friends and I like this film. Маған да, менің досыма да бұл фильм ұнаған жоқ. Бұл сөйлем болымсыз мағына бергендіктен neither nor конструкциясын қолданамыз. Демек, оқушылар, both екеуі де, either екеуінің біреуі, neither бұл бізде болымсыз мағынаны беретін, демек еш қайсысы деп аударылатын есімдіктер. So, students, бүгінгі сабақта не үйрендік? Бүгінгі сабақта біз сіздермен all, every, each, both, either, neither, оған қоса either or және neither nor конструкцияларымен таныстық. Бүгінгі сабақ сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі сабақта көріскенше. See you soon, guys. Goodbye.